Сәлем достар, Шеберлік каналына қош келдіңіздер. Сіздерге мынандай шапканы, бас киімді тоқуды көрсетемін. Жеңіл өрнек, әдемі киген, оңай тоқылады. Және де бұл қыстық бас киім болып табылады. Размері 56-58 жылы. Бас киім үлкен адамдарға. Ұзындығын көрсетейін. 20-дан асады. Ұзындығы. Ені 23 болып тұр мына жерде. 23 жуылып үтіктелген сол күйінде. Енді бұған не керек? Жіп 3,5 размерлі спицы керек, ілмек керек, маркер керек. Мына жерде жіптің құрамы 50% акрил, 50% жүн, яғни шерсть деп аталады. Арғарта мастер-классымызды көрейік, қалай болатын, бірге тоқып шығайық. Бұл бас киімді мынандай қалың жіппен тоқимыз. Өкінішке орай қағазы жоқ, қандай жіп екен. Бірақ акрил мен сондай жүн десе болады, шерсть сондай құрамында. Дайындап қойдым. 108 ілмек алдым. Және де лескам номері 3,5 болып тұр. Енді қазір екеуін қосамыз. Егер спицаларыңыз лескасы ұзын болса, мына жерден бір жерінен тартып отырсақ болады. Және де қараймыз. Алдыңғы видеоларды сіздерге айтқанымдай, мына жерден, мысалы, ішке қарап тұру керек. Әйтпесе, біздің тоқыватқан затымыз қисық болып кетеді. Бәрін жүндей жіберейін. Ішке қаратып. Осылай. Так, жақындатамыз. Тағы бір тексереміз. Бәрі ішке кіріп тұру керек. Мінеке. Енді қалай қосуға болады? Мәже бәле жібердім мен. Байламасақ болады өйткені қазір. Қосқан кезде бізге қазір мен шешіп бере салайын. Ашып кете бергеннен кейін байлап қойғаным ғой. Қалай тұр, солай тұра берсін. Қосқан кезде мен бастамасы екеуі. Кейінгі видеоларда түсіремін қалай ілмекті алуға қатысты спицы жағдайында. Сол жақтағыны оң жаққа кіргіземіз. Енді сол жақтағыны ілмекті алып, мына астынан бетемізді неге шығарамыз. Яғни үстінен ілемізді, бұны жай көрсетуге тырысайын. Осылай. Енді наны тартып жібереміз. Астына жіпті. Міне біздің ілмегіміз мынау тұр. Осылай киілді. Енді шатастырып алмау үшін маркер кесіп қоямын. Кейін енді оң теріс тоқимыз. Оңнан бастаймын. Теріс. Оң. Теріс. Оң. Теріс. Мынау оң. Оң теріс бұл бас киіміміздің жаңа резинкасы болады.
қосқан жерге келдік. Енді мына жердегі жаңа бірінші жібімізді мына жерге тартып тұрайық. Ажап кетпесін. Енді осыны теріс бітіреміз қазір. Ішімізді төменге түсіріп тартып жіберейік та, мына екеуін қосып жібереміз. Кейбіреулер осыны 2 қылады, бірақ мен бір ілмек қылып есептеймін, өйткені мен алу әдісін сондай. Қазір лесканың тағы бір әдісін көрсетіп жіберейін. Мысалы, мен байқап отырғаныңыздай, мына жерден тартпай-ақ, осы ортасынан тартып шығардым ғой артығын. Істесеңіздер де болады, және де мына әдісі де бар. Яғни, алып отырған лесканы былай тартып аласыз. Мысалы, менде 80 сондай спица лескасы. Енді тура сол қалай бар, соны қайталап шыға береміз. Бізді керек ұзындығымыз шығам дегенше. Міне, оң болды ма? Оңға. Солды сол қыламыз. Мынау оң. Мынау сол. Шығып жатыр. Оң, сол, оң. Мүмкін кейбіреулер қалайтын шығар, 2 оң, 2 сол қылып тоқуға. Олай да болады. Міне байқап отырғаныңыздай, артығы мына жақта тұр менде. Еш кедергі жасамайды. Достар, осылай тоқи береміз. Оң теріс, оң теріс. Мүмкін өзіңіз резинкаңызда қандай ұзындықта қылғыңыз келеді. Мен 2 қабатты алатын қыламын. Яғни 4-4, мүмкін 8 сантиметрдей оны көреміз. Тоқу барысында қайсы ыңғайлы болатыны. Міне шығып жатыр. Резинка міне тартылып жатыр. Енді өзіңіз соған дейін тоқып шығыңыздар. Достар, мен 2 қайтара емес, өткен жібім жетпегендіктен, осындай бір ғана тоқуды шештім. Мен 2 қабатты емес, міне 4 сантиметр болды, осы жеткілікті. Енді айналдыра оң қылып тоқып шығу керек. Өйткені біз мына жерде теріс оң тоқыдық қой. Сондай болмау үшін қазір көрсетейін, қалай теріс қарап тұрған ілмекті оң қайтару керек. Мысалы, бергі жағынан аламыз. Неліктен арғы жақтан алуға болмайды, өйткені егер былай алатын болсақ, мына жерде тесік болып қалуы мүмкін. Сондықтан бер жағынан алып тоқимыз.
оң күйінде қалады. Терісті бер жағынан айналдырамыз. Осылай барлығын тоқып шығу керек. Терісіміз біздің. Осылай барлығын өздеріңіз тоқып шығыңыздар. Міне, осылай көрінеді. Айналдыра тоқимыз. Айналдырып тоқып шықтым. Енді мына жерде бөлу керек бізге. Біздің өрнегіміз 14 ілмектен тұрады. Міне мына жерде екі осындай түстерден алып отырдым. Өйткені өрнегім 6 бөліктен тұрады. Мысалы, мына жерде көк, қазір көкті кеземіз. Енді санаймыз ілмекті. Міне 14 болды. 14-тен кейін ілеміз маркерді. Орталарына 4 ілмектен қалдырып отырамыз. Олар бізге теріс тоқылады. Яғни әр өрнекті бөліп отырады. Қайталап кетейін. Өрнегіміз 14 ілмектен тұрады. Мына жерде өзім шатаспау үшін, жерде өзіме керек үшін екі түстіден алып отырдым. Ұқсас қатып қалған тәртіп емес. Осының барлығын санап іліп шығайық. Міне мына жерде өрнегімді бітірдім. 2 қатар шықты. Қазір ұзындығын өлшейміз. 17,5. Осы ұзындық болады. Егер сіздерге төбе жағы ұзындығы керек болса, да бір қатары тоқсаңыздар болады. Бірақ менде болады, өйткені жібім менде қалыңдау. Енді қысқартуға көшеміз. Мына жерде 2 теріс қайтару, арғы бетте. Сіздер көк маркермен қарап отырсаңыз болады. Міне, жібімізді іліп алдық. Енді мына жерде біз 3 ғана тоқимыз. Алдында 4-еуден жіберетін едік қой. Енді 3-еуден. 10 тоқпағаннан кейін қысқартамыз. Әдеттегенше. Және соңындағы 2-еуінде қысқартып тоқып отырамыз. Соңғы 2-еуі. Бергі беттен аламыз. Осылайша. Теріс тоққан тура солай. Теріс тоқыла береді. Тағы бір көрсетіп жіберейін қатарды. Жібімізді ілдік. Бұл бірінші қатарымыз. 3-10 тоқылады ілмегіміз. Және 2-10 бірге тоқимыз. Қысқарту арғы жағынан алсақ болады. Бұл жерде ілмекті шешіп, оң қылып істеудің қажеті жоқ. Осылайша істей береміз. Бүкіл қатарда осы тәртіп қайталана береді. Оң қылып, 2-ін қосып тоқимыз. Енді өздеріңіз барлығын тоқып шығыңыздар осылай. 2-ші қатарға айналдырдық. Іліп аламыз қосымшасын. Тағы бір жіп іліп, ілмек кіреміз. 3-ші мынау. 2-ін қосып тоқимыз. Соңғы 2-ін біргеміз. Мына жерде сәл дұрыс істемеді мен. 3-еуі қалды. Сондықтан маған қиындау болды. 9 терісті солай теріс тоқимыз. Кейін қатарда іліп аламыз тағы да. 3 ілмек оң, одан кейін қысқартылады. Соңғы ілмектерді 2 ілмекті бірігіп тоқып отырамыз. Кейін қосамыз мінекей. Бір жағынан ала салдым, өйткені қиындау. Ар жағынан ала салдым. Осылай айналдырып тоқимыз. 3-ші қатар
бірінші ілмекті кәдімгідей тоқимыз. Екінші ілмекті де үшіншісін іліп аламыз. 10 тоқып болғаннан кейін қысқартамыз. Соңғы екеуін бірігіп тоқимыз, бер жағынан алып. Көк маркерге келген кезде соған қарап отырсақ болады. Мен айналдырып тоқып отырдым, барлығын түсірген жоқпын видеода. Бір ілмек, екінші, үшіншісіне ілдік. 1, 2, 3. Енді қысқартамыз. Өзі көрініп тұр. Үш жерде қысқартамыз. Екеуін бірігіп. Соңына дейін тағы да өздеріңіз өз тоқып шығыңыздар. Көрініп тұр, қысқартып атқан. Төртінші қатар бұл. Қысқартылу орын. Іліп алдық өнеки. Қысқартамыз, соңғы екеуін аламыз. Бір, екі, үшінші ілмектен кейін қосып отырдық. Бұл жерде қысқарту болады. Тағы да айналдырып шығамыз. Енді 5-ші қатарда бірігіп тоқимыз. Мына жерден біріншісін, және де ең соңғысын. Және де 10 жақты ар жағына алу қиындау, өйткені қатты тоқып қойып, бер жағынан ала береміз. 5-ші қатарда сонда мына жерде теріс тоқылғандарды да қысқартып отырамыз. Жібім алғысы шыққысы жоқ. Мындай түйіндер болса, оның ішкі жағына кетуге қадағалап отырсаңыз болады. Бірінші қатарда бірігіп тоқимыз. Және де соңғысы екеуін бірігіп тоқимыз. Айналдырып алып келейік, тоқып. 6-ші қатар. Мына жерде қайтадан сол біріншісін екеуін қосамыз, және де соңғысын бірігіп тоқимыз. Бұл тәртіп біздің өрнектің сонда бір ізділікті сақтап қалуға көмек береді. Біріншісін екеуін бірге қостық. Барлық өрнекте осы тәртіп сақталады. Айналдыра осылай істей беру керек. Өрнектің сақтап қалған көрінеміз. 7-ші қатар. Енді 7-ші қатарда мындай шұлық тоқитын спицаға өтеміз, өткені айналдырып тоқу қиын болады. Екеуін бірлестірін, соңғысын, біріншісі мен соңғысын.
мына шатастырдым. Иә, теріс тоқылғанды тағы да қысқартамыз. Біріншісінде бір-екеуін бірге тоқимыз. Осылай біртіндеп шұлық тоқитын спицаға өтеміз, сол кезде бізге қысқарту оңайырақ болады. Қазір мен бәрін өткізіп шығайын. Сіз осылай тоқай бересіздер. Міне бірге тоқимыз наларды. Наларға айналдырып шығамын. Өткіздім. Мына көк маркерді қалдырдым. Қайсында екен, басы қайсы екен шатастырып алмау үшін. Қысқартуды жалғастырамыз. Бізде жеткілікті ілмек қалам дегенше. Егер көп қалдырып қойсаңыздар, кейін сіздің бас киіміңіздің төбе жағы дөңкиіп әдемі болмайды. Сонда неғұрлым азырақ болса, соғұрлым жақсы. Бірақ қатты аз қалдыруға да болмайды, өйткені шошайып та қалады. Мына жерде қиындау болды, өткізіп алдым. Мынанша қалды менде. Ілмек керек, қазір жіптерді бәрі өткізіп алу үшін. Және де керекті ұзындықты қырқып аламыз. Енді біртіндеп әр ілмекті өткіземіз жібімізде. Бер жағынан кіргізіп алып, жібімізді шығарамыз. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазыңыздар. Жауап беруге тырысамын. Кейбір жерлері түсініксіз болып жатса. Мінеке, жібімізге осылай өту керек. Барлығын өткіздім, енді жақсылап тартамыз. Астыңыздан ілмекпен жаңағы жіпті тартып алу керек. Жақсылап тартамыз да, ілмекпен шығарып, артығын тығып, кейін қырқып тастаймыз. Енді жақсылап тарттым. Енді тесік қалмаған жақсы. Кейін мүмкін өздеріңізге сондай ұнаса помпон істесеңіздер болады. Немесе осылай қалдыруға да болады. Мен осылай қалдырамын. Енді жіпті, мына жерде 10 тоқылған бар. Сол өрнекке сай мен білдіртпей тоқуға тырысамын. Сіздерге қалай ыңғайлы, солай жіпті тықсаңыздар болады. Енді артығын және де жалбыраған жіптерді өзіміз алып тастаймыз. Ол қиын емес деп ойлаймын. Міне бізде былай көрінеді төбе жағы. Осымен бітті мастер-класс. Егер сіздерде тура осындай шықса, комментарияға жазыңыздар. Қуанышты болам. Және де инстаграмға кіріп, мүмкін суреттер жіберсеңіздер, қуанышты болар едім. Рахмет бізбен бірге болғандарыңызға. Сау болыңыздар.